Саламатсыздарбы балалар. Бізде қоғамтану пәні. Сабақтың тақырыбы кәсіпкерлік қызмет негіздері. Кәсіпкерлік сөзінің мағынасы орысша іске асыру деген мағынаны білдіреді. Кәсіпкерлік дегеніміз белгілі бір істі істей білу. Іс істеу дегеніміз бұл адамның белсенділігі және іскерлігі. Кәсіпкерлік бұл ежелден келе жатқан адамдардың іскерлік белсенділігі, яғни қабілеті. Ал оның дамуы орта ғасырлардан бастау алады. Яғни айырбас сауда кезінен бастау алады. Кәсіпкерлік экономикалық іс-әрекет, мақсаты пайда табу, табысқа ие болу. Кәсіпкерлер әртүрлі іс-әрекетпен шұғылдана алады. Кәсіпкерліктің мынадай негізгі түрлері бар. Яғни өндірістік, коммерциялық, қаржылық және консультативтік, яғни кеңестік кәсіпкерлік. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсақ. Өндірістік кәсіпкерлік дегеніміз тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндірумен шұғылданады. Мысалы, жиһаз шығарады, нанның түрлерін жасайды, немесе шаштараз бола алады. Коммерциялық кәсіпкерлік дегеніміз саудамен шұғылданады. Яғни өндірушіден сатып алған дайын тауарды басқа бағамен сатады. Мысалы, базарда, дүкендерде, жекелей және көтерме саудада жүзеге асады. Ал пайдасы сатып алу бағасы мен сату бағасының айырмашылығынан құралады. Қаржылық кәсіпкерлік дегеніміз ақша және құнды қағаздарды сату және сатып алудан тұрады. Олардың пайдасы қаржы қорларын сату және одан пайыз алудан құралады. Консультативтік кәсіпкерлік дегеніміз, яғни бұл құқықтық, өзін-өзі ұйымдастыру жөнінде кеңес беру, балаларды кейбір пәндерді меңгеруіне көмек кеңесі. Сол қызметі үшін төленетін ақыдан пайда құралады. Пайда табу дегеніміз бұл кәсіпкерліктің негізгі мақсаты. Кез келген экономикалық іс-әрекет кәсіпкерлік бола алады. Кәсіпкерлік өз бетімен бастамашылықпен істеу, жауапкершілік, тәуекел, белсенді ізденіс, өзгеріске бейімділікпен сипатталады. Кәсіпкерліктің кез келген түрі жеке меншікке негізделген. Нені өндіруді, немен айналысуды және қайда, қалай сату мәселесін адамдар өздері шешеді. Кәсіпкерлік кез келген адам айналысуға болатын әрекет түрі. Табысты кәсіпкер болу үшін оған ең алдымен білім, іскерлік, қабілеттілік, күш-жігер, жауапкершілік қажет, сондай-ақ ол адамның табиғи дарыны болуы керек. Әрбір кішкене жұмыстан түпкі мақсатқа жетудің баспалдағын көре білу адамның идеалы болуының ең жақсы көрсеткіші деп айтып кеткен екен. Басқару саласындағы ірі маман Макс Вебер бизнесті ақыл-ойдың дәнін себуші ретінде бағалаған. Ал атақты ортағасырлық араб ғұламасы Ибн Халдун кәсіпкерлікті адамдардың өз мүмкіндігі мен адал еңбегі арқылы молшылыққа кеңейту іс-әрекеті деп бағалаған. Атақты неміс экономисті Гарвард университетінің профессоры Йозеф Алойс кәсіпкер болу басқаның істегенін істемеу деп көрсеткен екен. Бизнес табыс әкелетін кез келген қызметтің түрі болса, ал кәсіпкерлік бұл новаторлық іс. Нағыз кәсіпкер ол өнертапқыш. Сондықтан да бизнеспен айналысатын адамдар еш уақытта кәсіпкер бола алмайды. Бизнес бұл табыс әкелетін адамның экономикалық қызметі. Ал кәсіпкерлік бұл да адамның экономикалық қызметі, бірақ бұл қызметті жаңа ізденіске бағыттайды және осы жаңалықты жүзеге асыру үшін
тәуекелге басырады. Кәсіпкерлік өз ынтасымен тәуекелде бел буа алатын, жеке табыс пен пайда табуға ұмтылған азаматтардың қызметі болып табылады. Кәсіпкерге тән мынадай қасиеттерді айтуымызға болады. Адалдық, яғни серіктестердің өзара сенімділігі. Екінші, жауапкершілік. Нағыз кәсіпкер өз қылығына, ақшасымен, мүлкімен жауапты болады. Үшінші, сыйластық. Іскерлік қарым-қатынас әдебін сақтау керек. Келесі, сабырлық пен қанағатшылдық. Тиісті шекті сақтау және көре білу. Өзінің ырықсыз тілектері мен ұмтылыстарын басқара білу. Бесінші, мінез-құлық мәдениеті. Іскерлік қарым-қатынастардың ережелерін білу және оны сақтау. Кәсіпкерлерге жат қасиет. Жалқаулық, жауапсыздық, заңға бағынбау, алдау, өтірік айту, басқаның дүниесін иелену, қызғаншақтық, бәсекелесін жоюға ұмтылу, кәсіпкерліктің әдеп ережелерін сақтамайтындар, басқа адамдардың мүддесін ескермеу. Енді балалар, сіздерге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Бұл тапсырмаларды орындайсыз, дәптерлеріңізге жазасыңыз және тапсырмаларды Classroom платформасы арқылы кері байланыс орнату арқылы тапсырасыздар. Яғни ең бірінші тапсырма 2 дұрыс, 1 бұрыс тапсырмасы. Яғни берілген сұрақтарға дұрыс немесе бұрыс деген жауап беру арқылы тапсырманы орындайсыздар. Келесі тапсырма, яғни кәсіпкерлік туралы қазақ мақалдарын аяқтау. Мақалды мұқият оқып, яғни аяқтау. Келесі тақырып сөз шектерін қос. Ойына бұл сөз шектерін қосып, экономикалық терминдерді табу. Сол бағандағы экономикалық терминдердің басы, ал оң жағында соңы берілген сөз шектерін қосып, олардың мағынасын дәптерлеріңізге жазасыздар. Және бұл берілген тапсырмалардың барлығын орындап, Classroom платформасы арқылы кері байланыс орнатасыздар. Бүгінгі сабағымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.